мында чай. Айта бар. Тұра бер ұстай. Ал Бағдат, өшірі тұр ғой. Айта бер. Тұра. Енді көпшілік ағайын сіздерден төрелердің ұрпақтары біліп алыңыздар. Ең алғаш Шоқанның жаңағы өмірінің соңғы кезегіне шолу жасап өту керек түсіну үшін. Менің тарих ғылымдарының кандидат деген жаңағы магистр темам өзі соған. Бірталай дүниесін зерттедік, білем деп айта аламын. 1864 жылы естеріңізде болса, Шоқан Уәлиханов Черняевтің әскеріменен Әулиеатаның түбінде келісе алмай кетіп қалған өздеріңіз білесіздер. 1864 жылы Черняевтен кеткеннен кейін 8 шілдеде Шоқан Уәлиханов Верный қаласына келеді. Черняевтің әскерінен жалғыз өзі кеткен жоқ, жанында Ғазы Уәлиханов бар, немереңіз қазір суретін көресіздер. Бір топ офицерлер, бір топ ғалымдар Черняевтің қатыгез саясатына келіспей, одан бөлініп Верный қаласына келеді 8 шілде. Сол жерде өзінің жаңағы әскери жолдамасына белгі соқтырып, одан кейін Омскіге кету керек болады, өзінің әлгі тұрақты жұмыс орнына. 8 шілде күні содан шықты, бір-екі күн жүріп отырып, ол кезде қазір Қапшағай жоқ, Қапшағайдың үстіменен, мына Шеңгелдің үстіменен, мына жерде Қоянкөз бекет деген бар, сол жақтан еді. Соның үстіменен, мына тура осы жолмен жүріп отырады. Енді былай қарасаңыздар, солға қарай жүреді да, ары қарай Алтынемел бекет деген бар, Алтынемел бекетінен ары Көксу, Көксудан ары Қапалға кетеді. Сондай жол болған, пошта жол. Қапалдан ары Лепсі, одан ары Семей, одан ары Омбыға жүретін жол болған. Сол заманда пошта жолы деп аталады. Енді сол 64 жылдың жаңағы шілде айында осында келген кезде өзінің денсаулығы сыр беріп жүрген, тура осы Алтынемел бекетіне келген кезде ол бұдан артаман. Сол жерде Тезектеренің ауылы болады, бұл Тезектерен ауылына бұрылады. Шілде айында. Тезектері оны өте жақсы көрген, екеуі ағайындас, көп көмек көрсеткен, бүкіл Шоқанның экспедицияларын Тезектері қамтамасыз еткен. Жылқы берген, түйе берген, күзетші, атшы, құлшы деген сияқты. Тезектері өте жақсы қарсы алады, қуанады. Тезектері Шоқанның келген, әрбір келген случай, әрбір келген сайын үлкен-үлкен той жасап отырған адам. Сөйтіп ол кісі 1-2 ай демалып, денсаулығы жақсарады, жақсарғаннан кейін бұрыннан өзі көріп жүрген, жаңағы мен айтып кеткен Көшен атамыздың қызы Айсара деген қыз болады. Ол кішкентай күнінен Тезектерінің қолында өскен. Бірақ туған әкесі Көшен атамыз. Сол Айсараның қолын сұрап, соған үйленуге ниет білдіреді. Оны үлкендер қолдайды. Сонымен осы жаңағы Тезектеріменен, Тезектерінің ұйғарымымен Айсара апамызға үйлендіреді. Менде мұнда мақалалар бар, оның артынан кімге қызық. Түгел бұл оқиғаның бәрі менің 50 шақты мақаламда жазылған. Шоқан сүйген Айсара, Шоқанның жаңағы Тезектерге келуі, оның бәрі мен сіздерге жеке-жеке керек болса ссылкаларын беремін, өздеріңіз оқып аласыздар. Сөздің қысқасы, примерно қыркүйек айында 2 жасты үйлендіріп, Тезектері бөлек отау қылып шығарады. Жаңағы аспазшыларын, күзетшілерін деген сияқтың бәрін бөліп береді. Осы таудың етегінде, мына Матай таудың етегінде дүркіреген той өтеді. Сөйтіп жастар жаңағы өздері бөлек отау болып шығады. Ол 1864 жылы күзінде. Өкінішке орай сол жылы 65-тің қысы болады. Қысынан жаңағы апрель айында осы жерде енді ескі жыл санауымен 10 сәуір, жаңа жыл санауымен 22 сәуірде Шоқан атамыз қайтыс болады. Енді оны жерлеу үшін үлкен дайындық жұмыс жүргізіледі. Әрине Тезек атамыз Көкшетауға жаңағы Шыңғыс бауырына хабар жібереді, арнайы хат жазып кісілер жібереді. Және де көктем күні енді Шоқанды ары бері тасымайды, өйткені ол бөтен адамдардың қолында емес, өзінің ағасының қолында ғой Шоқан. Енді Тезектеріменен Шоқанның аталары бір туған кісілер, оны өздеріңіз білесіздер. Тезектің атасы Әділменен Шоқанның әкесі Уәли бір туған бауырлар мысалы. Сондықтан да оны осы жердегі алдарыңызда тұрған Тезектері төрелер қорымы деп аталады. Мынаны азамат бауырымыз қоршатқан темірменен. Мына жолды жасатып көп еңбек сіңірді. Бүгін келе алмады ғой кісі. Осы жерде төрелердің қорымы деп аталады. Әлі күнге дейін солай айтады. Бұл жерде таза тек төрелер жерленген, оның ішінде ең үлкен анау үйіліп тұрған үйінде ол Ералы атамыздың күмбезі болған. Биіктігі 20 метрден астам қылменен, майменен арнайы жасалған. Сонымен Тезектері жаңағы жиында, Шоқанды қайда қалай жерлеу керек туралы жиында керемет сөздер айтады. Бұл Шоқан дейді тек қана қазақ маңдайына біткен жарық жұлдыз емес, бұл адамзаттың ұлы тұлғасы дейді Тезектер айтады. Оны біздің аталарымыз әңгіме қылып айтатын сол сөздерді ше. Сондықтан да бұның артынан іздеушілер міндетті түрде болады дейді. Міне мен 25 жыл хан болдым ғой, сол уақытта менің артынан іздеушілер бола ма, болмай білмеймін, біздің артымыздан дейді. Орыстар басып келе жатыр. Заман қиын. Ал Шоқанның артынан міндетті түрде іздеушілер болады. Сондықтан да бұны кейінгі іздеген ұрпақ денесі таппай қалмас үшін мен оны арнайы Ералы атамыздың күмбезінің түбіне жерлеуге шешім қабылдадым дейді. Ол сөйтеді да жаңағы соның түбіне жерлетеді. Ана Матайдан арша кеп салды дейді астына, және өзінің әскери киімдерін қоса жерлетеді дейді.
Ол ауызша деректер жеткен бізге. Біз соны зерттей бір 20-25 жыл уақыт зерттедік Азамат екеуміз. Ақыры Азамат оның түбіне жетті. Жаңағы ауызша деректің нақты дәлелденген тарихи құжатын таптық. Ол құжат енді бізге дейінде болған құжат, біз таптық деп айтқан ұят болады, ол бар. Шоқан қайтыс болғаннан кейін 30 жылдан асқан уақытта дәл осы жерге Николай Пантус деген Ресей империясының жаңағы топограф ғалымы келеді. 1898 жылы. Тура ана жерден тұрып, мен қазір барып көрсете аламын, тура сол жерден тұрып мына суретті түсіреді. Атақты екі сурет бар. Шоқанның алғашқы жерленген жерінің екі суреті бар. Міне біріншісі мына сурет, екіншісі соның жанында үлкейтілген сурет, ол да бар. Міне, мына екі сурет түсіреді. Достоверный. Фото сурет. 1898 жылы Николай Пантустың түсірген фото суреті. Және де бұған қосымша Николай Пантус деген өте грамотный ғалым адам емес пе? Могила Чоқана Уәлиханова деген мынандай атақты ғылыми еңбек жазған адам. Мынау міне